Қазақстанның саяси тарихындағы ең даулы әрі ауыр оқиғалардың бірі белгілі мемлекет қайраткері Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасы. Бұл қайғылы жағдайға биыл 20 жыл толды. Уақыт өткен сайын қоғамдағы сұрақтар азайған жоқ, керісінше күмән мен талқылау күшейе түсті. Белгілі саясаткер әрі кәсіпкер Болат Әбілов осы мәселеге қайта оралып, сол кезеңде билік ішінде болған күрделі процестер туралы өз көзқарасын білдірді. Оның айтуынша, сол жылдары елдегі ықпалды ақпарат құралдары белгілі бір саяси топтың бақылауында болған. Бұл топ билікке ықпалын күшейтіп, алдағы саяси өзгерістерге дайындалып жүрген деген пікір айтылады. Әбіловтің сөзінше, билік элитасының ішінде жасырын текетірес жүріп жатқан, ел басшылығына қатысты ықтимал өзгерістер жайлы құжаттар мен мәліметтер жоғары лауазымды тұлғалардың алдына жеткізілген көрінеді. Сол кезде мемлекет ішіндегі саяси тұрақтылыққа қауіп төнуі мүмкін деген ақпараттар талқыланған. Оның баяндауынша, белгілі бір тұлғалар биліктегі тепе-теңдіктің бұзылуы мүмкін екенін айтып, шұғыл шешім қабылдау қажет екенін жеткізген. Бұл әңгімелердің қаншалықты рас екені ашық деректерде дәлелденбеген, алайда саяси кулуарларда мұндай сөздердің жүргені айтылып келеді. Алтынбек Сәрсенбаевтың кейін оппозициялық бағытқа бет бұруы билікке ұнамағаны туралы да пікірлер бар. Ол биліктің ішінен шығып, балама көзқарас ұстанған саясаткерге айналды. Қоғамдық саяси реформалар жайлы ашық айта бастаған. Бұл қадам кейбір ықпалды топтарға ұнамауы мүмкін деген болжамдар айтылады. Әбіловтің айтуынша, Сәрсенбаев оппозициялық күштерді біріктіруді көздеген. Ол жаңа саяси қозғалыстардың қалыптасуына ықпал етуді жоспарлаған деген әңгімелер тараған. Мұндай бастамалар биліктің кейбір өкілдеріне қауіп ретінде көрінуі ықтимал еді. Сол кезеңде орын алған қылмыс бойынша ресми түрде басқа адамдар айыпталып, сотталғаны белгілі. Алайда қоғамның бір бөлігі бұл істің артында шынайы тапсырыс берушілер анықталмады деп есептейді. Бұл дәлелденбеген, бірақ талқыланып жүрген нұсқалардың бірі. Әбілов өз сөзінде сол уақыттағы билік басындағы тұлғалар бұл іске жанама немесе тікелей қатысы болуы мүмкін деген болжам айтады. Дегенмен бұл айыптаулар ресми түрде дәлелденген жоқ және құқықтық тұрғыдан бекітілмеген. Осы оқиға Қазақстандағы саяси жүйе, оппозицияның тағдыры және билік пен қарсы күштердің қарым-қатынасы туралы үлкен сұрақтар қалдырды. 20 жыл өтсе де қоғамда шындық толық ашылды ма деген сауал әлі күнге дейін қойылып келеді. Бұл тақырып тек бір адамның тағдыры емес, тұтас бір дәуірдің айнасы. Саяси күрес, ықпал үшін тартыс, ақпарат құралдарының рөлі, билік ішіндегі сенімсіздік, мұның бәрі сол кезеңнің шындығын түсінуге әсер етеді. Қазіргі таңда бұл мәселе тарихи тұрғыдан қайта бағалануда. Кейбір сарапшылар сол уақыттағы саяси жағдайды кешенді зерттеу қажет дейді. Өйткені мұндай оқиғалар мемлекет дамуының беталысына әсер етеді. Қорытындылай келе, Алтынбек Сәрсенбаевтың өлімі тек өткеннің тарихы емес, бұл қоғамның әділдікке деген сұранысының көрінісі. Уақыт өткен сайын архивтер ашылып, жаңа деректер жарық көруі мүмкін. Ал шындыққа деген сұрақ әлі де күн тәртібінде қалып отыр.